Достар, бізге осындай жаңадан зат келді. Яғни тоқсым қажет етпейді. Күннің нұрымен бірден заряд алып, жарық беріп отырады. Осындай шағын ғана өте әдемі зат. Міне алақанда тұрған кезде осындай. Бұны енді не үшін істету керектігін өздеріңіз түсініп отырсыздар. Мынандай лампочканың сыртында осындай әйнекпен қорғалған пластик, қатты пластиктен жасалған зат өте әдемі. Яғни мынау қазір жарық жерде ешқандай жанбайды. Тек қана түнгі уақытта істеледі және 3 положениеде болады. Қатты жарық, одан кейін әлсіз, ол адамның қимылымен бірге жанып, күшейіп жанады. Одан кейін тағы бір күшейіп жанатыны бар. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Бұл қазір күндізгі уақыт болғандықтан бұл жанбай тұр. Оны көлеңке жерде ұстаймыз. Қараңыздар. Мынау көлеңке жерде жанып тұр. Мынау әлсізі. Егер де оған қандай да бір қозғалыс движение болса, ол осылай күшейіп жанады. Одан кейін осылай әлсізіне қойып қоюға болады. Міне осылай өшіріп қоясыздар. Өшіп тұрған кезде істемейді. Тек мына қойып қоясыздар. Бұны жарық алып шықса өзі өшіп қалады. Ал көлеңке жерге апарсақ, ол жанады. Өте қолайлы зат, хабарласыңыздар.